Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Қазақ әдебиеті сабағына қош келдіңіздер. Оқушылар, мына суретке назар аударыңыздар. Суреттерде не бейнеленген екен? Суретке қарап, жаңа шығарманың кейіпкерлері кімдер болады деп ойлайсыңдар? Суретте егін алқабы бейнеленген, және осы егін алқабында жүрген әкесі мен баласы бейнеленген екен. Я, балалар, яғни бұл суретте бидай, әке және бала бейнеленген екен. Біздің жаңа шығармамыздың кейіпкерлері осылар екен. Ендеше, балалар, бүгін біз Ахмет Байтұрсынұлының егіннің бастары мысалымен танысамыз. Мысалды мұқият тыңдаңыздар. Ахмет Байтұрсынұлы егіннің бастары. Бір адам жас баласын жанына алды. Екеуі сайран етіп кетіп қалды. Қыдырып әрлі-берлі жүрді дағы егінші егін еккен жерге барды. Аралап әр егінді қарап жүрді. Кезеді пісіп болған егін түрлі. Бастарын дәнге толған төмен салып, бидайлар бейне тағзым етіп тұрды. Жалғыз-ақ бір бидай тұр көкке қарап, бейне бір жалғыз өзін көпке балап, баланың сол бидайға көзі түсіп, білмекке кетті көңіл жөнін сұрап. Құбылып бидайлар тұр басын салып, жіберген мырза Құдай нұрға қанып. Әй, әке, мұның мәнін түсіндірші, бір іске тұрмын өзім қайран қалып. Бұл бидай көтеріп тұр басын көкке, қарайды шікірейіп өзге көпке. Өзіне өзгелерді теңгермейтін соншама бұл бидайдың дәні көп пе? Айтайын, мұның мәнін балам саған, шырағым түрін көр. Оқушылар, өлеңді мұқият тыңдап алдық деп ойлаймын. Қазір біз сіздермен тапсырма орындаймыз. Бірінші тапсырма мәтінмен жұмыс жасаймыз. Бірінші сұрақ: өлеңде кімдер туралы айтылды? Екінші сұрақ: бала әкесіне қандай сұрақ қойды? Үшінші сұрақ: әкесі қандай жауап берді? Төртінші сұрақ: саған қандай бидай ұнады? Неге? Деген сұрақтарға баса назар аударып, жауаптарыңызды берулеріңізді өтінемін. Жарайсыңдар, балалар. Мен сіздердің жауаптарыңызбен толық келісемін. Бірінші сұрақ бойынша өлеңде кімдер туралы айтылды? Әкесі, баласы, бидайлар туралы айтылды. Екінші сұрақ бойынша бала әкесіне қандай сұрақ қойды? Бұл бидай неге басқалардан ерекше басын көкке көтеріп тұр? Деген сұрақ қойды. Өте жақсы, балалар. Үшінші сұрақ бойынша әкесі қандай жауап берді? Бұл бидайдың дәні болмай, кекірейіп, көкке қарап, бүлініп тұр дейді. Өте жақсы. Төртінші сұрақ бойынша саған қандай бидай ұнады? Неге? Маған дәнін қожасына беріп, иіліп тұрған бидайлар ұнайды, себебі ол тәкаппар емес, деді. Ендеше, балалар, Ахмет Байтұрсынұлының егіннің бастары мысалының талдайтын болсақ, адам бойындағы адамгершілік, адамдық, имандық қасиеттерге жол сілтейтінін байқасақ болады. Бидайдың қылықтары арқылы адам бойындағы тәкаппарлық қылықты жоюды мақсат тұтады екен. Оқушылар, екінші тапсырмаға назар аударайық. Сіздерге берілген кейіпкерлер кестесін толтыру. Кейіпкерлер: әке, бала, дәнсіз бидай. Яғни осы шығармадағы кейіпкерлердің іс-әрекетін анықтап, образын ашып жазасыздар. Я, балалар, мен сіздердің жауаптарыңызбен толық келісемін.
Кәнеки, дұрыс жауаптарыңызды оқып ортаға салайық. Әке. Әкенің іс-әрекеті. Әке баласына 2 бидайдың айырмашылығын түсіндіріп, тәкаппарлықтан аулақ болу керектігін айтты. Менің ойымша, әке өзінің баласына адамдық қасиетті айту арқылы бойындағы адамгершілік қасиетті танытты. Баланың іс-әрекеті әкесінен не себептен бір бидай көкке қарап тұрғанын мәнісін сұрады. Менің ойымша, бала байқампаз, бәрін білуге құштар екен. Дәнсіз бидай. Дәнсіз бидайдың іс-әрекеті көкке қарап тұрған бидайға дән бермепті, сол үшін кекірейіп тұр екен. Менің ойымша, адамның бойындағы тәкаппарлық мінездің нашарлығын, қуыс кеудені меңзеп тұр. Балалар, қорытындылай келе, адамгершілік қасиеттер дегеніміз, бұлар үлкенді сыйлау, әдептілік, имандылық, қарапайымдылық, кішіпейілділік. Міне, осы қасиеттер адам бойынан әрқашан табылу керек. Яғни, адам қаншалықты иманы зор, адамгершілігі мол болатын болса, ол соншалықты қарапайым келеді екен. Ал бойында ақылы жоқ, ойында иманы жоқ адам тәкаппарлық қылықтарға бой алдырады екен. Жақсы балалар, ендеше шығарманың сюжеттік композициялық құрылымын толтырайық. Оқиғаның басталуы, оқиғаның дамуы, оқиғаның шиеленісуі, оқиғаның шарықтау шегі, оқиғаның шешімін толық етіп кестені толтырайық. Жарайсыңдар балалар. Ендеше қазір дұрыс жауаптарыңызбен оқып танысайық. Оқиғаның басталуы баласы мен әкесінің егіннің басына келіп аралауы, иілген бидайдың көруі. Оқиғаның дамуы бастары дәнге толған бидайлардың басын көкке көтеріп тұрғанын көріп алғаш таңдануы. Бидайдың басқа көтеріп кербезденіп тұру себебін әкесін сұрануы оқиғаның шиеленісуімен байланысады. Оқиғаның шарықтау шегі. Әкесі бидайдың бұл көрінісін түсіндіріп, баласының сұрағын қоюы. Оқиғаның соңы шешімі. Әкесінің жауабы. Тәкаппарлық жаман мінез екенін ескертіп, ұғындырып, яғни өзінің әкесінің ақыл айтуы. Мінеки балалар, бүгін біз Ахмет Байтұрсынұлының егіннің бастары мысалымен таныс болдық. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Назарларыңызға көп рахмет.